Нөмірі 1. Алматы қазақ мемлекеттік гуманитарлық педагогтік колледжі. Қашықтықтан оқыту. Практика түрі байқау және бақылау практикасы. Практика жетекшісі Молдахмет Эльвира Болатқызы. Практикант Бердіханова Қаламқас Мұратқызы. 1 Б сыныбы. Пәні математика. Тақырыбы диаграмма. Мамандық бастауыш білім беру. Біліктілігі ағылшынша білімі бар бастауыш білім беру мұғалімі. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты деректерді жинау, кестелерді, пиктограммаларды, диаграммаларды, күнделікті материалдардың көмегімен жүйелеу, жасап бітіру, сонымен қатар құру. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қайырлы күн. Здравствуйте, ребята. Hello, children. Have a nice day. Балалар, бүгінгі біздің тақырыбымызды білу үшін, яғни жаңа мағынаны тану үшін бейнероликке назар аударайық. Бұл Азат. Азат 7 жаста. Ол 1 сыныпта оқиды. Азаттың бойы 125 сантиметр. Шынымен де Азаттың бойы өте ұзын. Азаттың бойы 1 жаста 75 сантиметр болды. 2 жаста 88 сантиметр. 3 жаста 97 сантиметр. 5 жаста 100 сантиметр. 7 жаста 125 сантиметр болды. Осы мәліметтерді диаграмма деп аталатын сурет арқылы көрсетуге болады. Қарашы, онда Азаттың жасы және оған сәйкес бойының ұзындығы көрсетілген. Бұл Азаттың бойының диаграммасы. Балалар, сонымен бүгінгі біздің тақырыбымыз қандай екен? Балалар, өте дұрыс айтасыңдар. Бүгінгі біздің тақырып диаграмма. Сонымен қатар диаграмма құру. Қане, соның ережесін бірге оқып көрейікші? Диаграмма бірнеше шамаларды, немесе олардың мәндерін салыстыруға берілген мәліметтердің графикалық түрі. Ал диаграмма құру дегеніміз, бұл мәліметтер кескінін тік бұрыштар, немесе тік бұрышты бағандарда тігінен бейнелеп көрсету. Балалар, бүгінгі тақырыпқа сәйкес сөздік жұмысын жүргізейік. Онда бірге айтайық: диаграмма, диаграмма, диаграмм. Келесі диаграмма құру. Создание диаграммы. Ағылшынша chart creation. Олай болса, балалар, келесі тапсырманы бірге орындап көрейік. Данияр мен Жанат аналарына ыдыс жууға көмектесті. Балалар әрбір жуған тәрелке үшін қораптан бір құрт алып отырды. Кімнің жуған тәрелкесі көп және қаншаға көп, оны білу үшін тапсырманы шығарып көрейік. Олай болса, Даниярдың құрты 6 құрт, ал Жанаттың құрты 4. Сонымен қатар балалар берілген ережеге сәйкес тік бұрышты тік бағаналардан диаграмма құрайық. Балалар, дұрыс айтасыңдар. Даниярдың құрты 6 болғандықтан оның жуған тәрелкесі көп. Балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық, яғни дәптермен жұмыс, диаграмма құрастыр. Гүлзардағы гүлдер: Гүлзарда 4 қызғалдақ, 3 раушан гүл, 2 түймедақ гүлдеді. Диаграмма сал. Яғни, әр диаграммаға сәйкес тік бұрышты тік бағаналардан сандарына қарай диаграмма салайық. Біздің келесі тапсырмамыз өте қызықты тапсырма, яғни қонжықтың қысқы қоры деп аталады. Диаграммаға қара және түсіп қалған сандарды қой. Қонжық қысқа арнап 4 құты бал, 8 құты таңқурай тосабын, 3 құты алма тосабын, 6 құты бүлдірген тосабын дайындады. Яғни сандарына сәйкес диаграмма құрайық. Балалар, бүгінгі сабағымызды бағалайтын болсақ, мен сіздерді өте жақсы деген смайликпен бағалаймын, яғни very good. Олай болса, балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Диаграмма деген не? Диаграмма жасау үшін қандай фигуралар қажет? Бұл сабақта біз балалар диаграммамен таныстық. Диаграмманың не үшін қажет екенін білдік. Олай болса, диаграмма салыстыруға берілген мәліметтердің графикалық түрі. Диаграмма тік бұрыштардан немесе шаршылардан тұратын сурет. Диаграмма мәліметтердің арақатынасын көрсетеді. Балалар, бүгінгі біздің сабағымызды қалай түсінгенімізді білу үшін SMS әдісі арқылы қорытындылап кетейік. Яғни 3 ұялы телефонға сәйкес сабақта не ұнады? Маған ұнамады. Сабақты өзгерткім келеді деген 3 телефонға өздеріңіздің SMS-теріңізді қалдырыңыздар. Балалар, мен сіздерден жақсы SMS-тер күтетін боламын.
Балалар, бүгінгі сабақ үшін сіздерге көп рахмет. Сау болыңдар, балалар. Goodbye, children. It's time to go